Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Каналға қош келдіңіздер. Канал авторы мен Тоқтакул Волмеген Адиловна боламын. Математика пәнінің мұғалімімін. Бүгін енді ББЖМда келеді деген тақырыптардың, негізгі тақырыптардың бірі ол үшбұрыш. Сол үшбұрыштың биссектриса деген элементіне байланысты есепті шығарып көрейік. Бұл үшбұрыштың есебін бильярд шары, яғни бильярдқа байланыстырып берілген екен. Сонымен суретте бильярд тасының қозғалысы көрсетілген екен. Сырым бильярд тасын А нүктесінен, мына тұрған А нүктесінен Б нүктесіне қарай қозғалтады. Мұндағы дейді бірінші және екінші бұрыштар тең. Бұл екеуі бір-біріне тең болса, онда бұл ады деген сонда бізге биссектриса болады. Бильярд столының ені БЦ 2 метр. БД-ны және ДЦ-ны табуымыз қажет екен. Енді осы жерде БД-ны біз X деп белгілеп қойық, ал ДЦ-ны Y деп белгілеп алайық. Енді осы есепті шығарайық. Бізге алдыменен бильярд столының ені 2 метр деген сөйлемді пайдаланайық. Ол кезде бізде бильярд стол дегеніміз ол БЦ-ға тең. Сонда X пен Y-тің қосындысы 2-ге тең. Енді берілген қатынасты түрлендіріп алайық. X-тің Y-ге қатынасы дегенімізде оң жақтағы 1,4 пен 2,1-ді 0,7-ге қысқартамыз. Сонда алымында 2 қалады, бөлімінде 3 қалады екен. Енді осы жерден дәл осы қатынастан Y-ті табайын. Сонда Y-тің мәні болады. Мынау бізге белгісіз болатын болса 3X-ті 2-ге бөлім. Яғни пропорция ретінде. Бұл дегеніміз 1,5X-ті береді екен. Енді осы 1,5X-ті алып келемді, X қосу Y-тің орнына алып кеп қоямын. Сонда X қосамын 1,5X тең 2 болады. Бірге 1,5 қосқан кезде 2,5 болады, X-ім тең 2. Енді X-ті табу үшін бұл жерден 2-ні 2,5-ке бөлем. Енді бөлейін. 2-ні бөлемін 2,5-ке. Артынан 0 тіркеймін, тағы бір 0 тіркеймін, сонда 0,8 деген санды береді екен. Сонда X-ің мәні 0,8. Міне бір жауап 0,8. Енді Y-ті табу үшін біз бұл 0,8-ді 1,5-ке көбейтсек те болады, болмаса 2-ден 0,8-ді алып тастаған оңай болады, 1,2 болады. Міне сонда берілген есебіміздегі БД-ның мәні 0,8 болады, БД-ның мәні, ал ДЦ-ның мәні 1,2-ге тең. Құрметті көрермен, осыменен үшбұрыштың биссектрисасына берілген есеп аяқталды. Егер де каналды пайдалы деп тапсаңыздар, онда лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Хош, сау болыңыздар.